Қайырлы күн баршаңызға. Біз бүгін осындай дәмді, сорпасы ботқа болмайтын тауық сорпасын дайындаймыз. Ол үшін жарты тауықты алып, қазанға салып, су толтырып, тұзымызды саламыз. Көбігі шыққаннан кейін міндетті түрде көбігін алып тастаймыз. Көбігін алып тастағаннан кейін бірден бір жуамен бір қызанақты майдалап, турап бірден осы сорпаға саламыз. Үстіне лавровый лист салып, тұз аз болса дәмін келтіріп, тұз қосып, астын жай қойып, бетін жауып қоямыз. Қарай кеспемізді дайындаймыз. Електен өткен ұнға жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жылы сумен қамырымызды илейміз. Қамырымыз тым жұмсақ болмаса, тым қатты болмау керек. Орташа болу керек. Осылай қамырды илеп алып, оны бастырып қоямыз, иінін қандырып. Иіні қанған қамырды алып, 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөлінген қамырды осылай ұнмен домалақтап аламыз. 2 бөлігін ертеңге алып қаламыз. 2 бөлігінен қазір біз кеспе дайындаймыз. Ұн себелеп, оқтаудың көмегімен осылай жұқа қамыр жайып аламыз. Біздің қамырымыз дайын, өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп аласыздар. Егер тым ұзын болсын десеңіз, ұзын етіп кесесіздер. Мен орташа ұзындықта кестім. Осындай кеспе кесетін құралмен осылай кеспемді жасап алдым. Менің каналыма әлде тіркелмеген көрермендер болса, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мына кеспе бізге 5 адамға жетеді. Ал мына қалған қамырды салафанға салып, морозильникке салып қоям. Кез келген уақытта алып кеспе жасай саламын. Тұз салып, қайнап тұрған суға кеспені бөлек пісіріп аламыз. Оған дейін сорпадағы тауықты алып, сорпаның дәмін келтіреміз. Ол үшін укроп, көк жуа, яғни қандай зелендер бар, солардың бәрін қоссаңыздар болады. Мен дәмін келтіру үшін паприка, дәмдеуіштер қостым. Және де чеснокты, укропты, көк жуаны майдалап турап, оны да қостым. Яғни сорпаның дәмін келтіру үшін. Біздің кеспеміз дайын болып қалды. Егер біраздан соң қолданатын болсаңыздар, онда мұздай суға жуып қойып қоясыздар, сол кезде жабыспайды. Ал бірден тамақты құйып беретін болсаңыздар, мұздай суға жумай, сол сәтте бірден салып, бетіне етімізді салып, сорпамызды құйып береміз. Тамағымыз дайын, ас болсын.